Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Бурабай көгінде ғарыштық жиіліктер тоғысып, жер бесігі тербелуде. Сана шексіздігі ретритіне шетелден келе жатқан рухтар, сонымен қатар еліміздің әр қаласынан ең асқақ, ең өр және таңдаулы рухтар қасиетті Бурабай топырағына ағылуда. Бұл жерде 1 маусымда өтетін Бурабайдағы сана шексіздігі ретритіне келе жатқандар. Бұл жай ғана ретрит басқосу емес, бұл шексіз ғарыштық өлшемдердің жер бетіндегі ұлы шоғырлануы. Сізді бұл сапарға адамның еркі ғана емес, сансыз жоғарғы күштер мен абсолюттің өзі жетелеп келеді. Біз әрқайсымыздың нұрлы болмыстарымызды жоғарғы әлемнің айналасынан көріп отырмыз. Жүрегіміз жүректеріңізбен үндес, рухымыз қастарыңызда. Көк аспан мен қара жердің арасындағы ғаламдық портал Бурабай аспанында ашылды. Рухтар тоғысатын ұлы сәтке дейін әр секундты асыға күтуде жүректеріміз. Сананың шексіздігі. Трансформация есігі қазір жер планетасындағы энергетикалық жиілік ең жоғарғы нүктесіне жетті. Кванттық секіріс басталды. Адамзат санасының ескі қалыптары қирап шексіздікке жол ашылуда. Бұл ретрит өмірдің, түсініктің және болмыстың ең терең метафизикалық деңгейге өзгеруі. Сіз мұнда өткен шақтың жүгінен арылып, бос кітап кейпіне еніп, өз тағдырыңызды ғаламның ең таза энергиясымен қайта жазасыз. Нағыз өткізгіштердің миссиясы. Бұл ретриттен кейін әрбір рух өзінің жердегі шынайы мандатына, көк пен жерді байланыстырушы көпір болу миссиясына кіріседі. Жаңа тағдыр хаттамасы. Ескі түйіндер шешіліп, жаңа өмірлік масштабтар ашылады. Ғаламдық география. Шетелдерде ғарыштық кездесулер өткізіп, адамзаттың санасын трансформациялайтын жаңа дәуір проводниктеріне айналасыздар. Абсолют энергиясы және 170 000 метр өлшем. Ғарыштық абсолюттің алғашқы нұры адамды өзгертпей қоймайды. Ол сіздің ДНК-ңызды жасушалық деңгейде жаңартады. Жердің киелі нүктесінен басталған бұл энергия сізді 170 000 ғаламдық биіктікке көтеріп, рухтың ең жоғарғы сана мен абсолютпен біріктіруін іске асырады. Бұл шексіздіктің өзіне сіңіп қайта туылуы. Жоғарғы күштер айтады, бұл ұлы тойға қатысқандар дарманда, қатыспағандар дарманда. Себебі бұл рухтың салтанаты. Бұл кездейсоқтық емес. Еліміз өзінің қастерлі алтын орданың тікелей әрі заңды мұрагері ретінде жариялады. Көк аспанда ұлттың жаңа ұлы тағдыры жазылып жатыр. Қазақ даласы дүниенің рухани кіндігі, түрік өркениетінің алтын бесігі. Қазірдің өзінде әлем елдерінің жетекшілері мен президенттері осы киелі топыраққа ағылып, еліміздегі ұлы нұр мен құдіретті, күшті іштей мойындауда. Жер бетінде және тылсым әлемде ұлы той басталды. Бұл ғаламның бізге берген ұлы сәулеті мен қажабы. Сен бұл видеоны жай ғана тыңдап отырған жоқсың. Бұл сөздерді сен тәнің емес, ғасырлар бойы тән қапасында бұлқынып, өз уақытын күткен көне әрі шексіз рухың сезініп отыр. Сен өзіңді кіммін деп ойлайсың? Жай ғана есім мен тектен күнделікті күйбең тіршілік пен қоғам тоқтатқан шектеулерден тұратын биологиялық тән бе едің? Жоқ, сен миллиардтаған жылдар бұрын жарылған жұлдыздардың шоғырынан жаралған, бүкіл ғаламның ақпаратын бойыңа сыйдырған космостық санасың. Сен абсолюттің жер бетіндегі көзі мен қолысың. Сенің миың шексіздіктің антеннасы. Қазір Бурабай аспанында ашылған портал сенің миыңдағы ескі матрицалық бағдарламаларды тасқын етіп жоюға дайын. Сенің ішіңде бүкіл бір цивилизацияның, алтын орданың рухани генетикалық коды бұғып жатыр. Қасиетті топырақпен ғарыш энергиясының тоғысқан сәтінде сол кодты белсендіру уақыты келді. Егер жүрегің жиі соғып, денең түршігіп, миың бұл ақпаратты қорыта алмай жатса,
Демек, трансформация басталды. Сен дайынсың, шексіздікке қадам бас. Ескі әлемді қират та абсолютпен бірге жаңа масштабқа көтеріл. Бурабай порталы сенің рухыңды шақыруда. Естеріңізде болсын, ата заң әрі тарихи тағылым тереңдеп, бәрі өзгеретінін айтып едік ғаламнан. Міне, өздеріңіз куә. Ғаламдық күштер жұмысы барлық бағытта жұмыс жасауда. Еліміз көркейіп, жаңа сатыға шықтық. Парақшадағы ақпараттарды терең түсініп оқысаңыздар, бүкіл алдағы оқиғалар алдын ала жазылып тұрады. Бұл парақшадағы ақпараттарды Нұр Тасушы Инстаграм парақшасының иесі Фарида ханымның ғаламнан алып отырған ақпараттары. Бұл ақпараттарды YouTube арнаға жариялауға Фарида ханымның рұқсатымен мен жүргізіп отырмын. Яғни адам, ұлы планета, галактика, ғалам тағдырына қатысты барлық өзгерістерді жазудамыз. Түсінген жанға бұл парақша ғаламдық карта, жердегі ғаламның картасы. Көктен рухтарыңыз бәрін біледі, жүрекпен сезеді. Түсінік санаға жіберіліп, белгі берілуде. Назарларыңызға алғыс.